Адам өміріне ең қажет нәрсенің бірі ол су. Біз оны ішеміз, онымен тамақ істейміз, ваннада жуынамыз және киім жуып үй тазалаймыз. Бір күнде біз судың қанша мөлшерін жұмсайтынымызды ойлап та көрмедік. Қарапайым су ағызатын шүмек 1 минутта 15 литр суды ағызады. Ал егер шүмегі ашық тұрған жағдайда 1 сағатта 1000 литр су ағады. Орташа есеппен бір қала тұрғыны бір тәулікте 250 литр су жұмсайды екен. Бұл цифрды есеп қалатын болсақ, сіздің бөлмеңізді 15 күнде толықтай сумен толтыруға болады. Суды үнемдеу үшін барлықтарыңызға мынадай 3 ережені сақтауды ұсынамыз. Суды үнемдеудің ең негізгісі суды бостан бос ағызбау. Адам тіс тазалау кезінде суды беталды көп ағызады. Сол себепті адам стақанды пайдаланып тісін тазалайтын болса, бір адам бір жылда 9000 литр суды үнемдей алады. Үйде жұмсалатын судың 8-15% ас үйде екен. Ыдыс жуу кезінде ең тиімдісі суды үлкен ыдысқа жинап алу. Бұндай жағдайда көп ыдысты жуу кезінде суды көп үнемдейміз. Суды үнемдеудің тағы бір жолы ваннада душты пайдалану. Орташа есеппен ваннада 140 литр су жұмсалады, ал душта 75 литр су жұмсалады. Егер душта 5 минут қолданатын болсақ, суды үнемдеуді жоғарылатуға болады. Енді ойланыңыз, осындай жай ғана ережелер біздің планетамыздағы су балансын сақтап қалуы мүмкін.